Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadis. 6. sabak. Ad-dubbu ayu. Da'bun. Әдет. Вахш. Жабайы хайуан. Тафтиш іздеу. Сойд аулау. Иза. Кенеттен. Хаулун қорқыныш. Үрей. Захфун. Төніп келу. Сұрақ айқалау. Тасуиб. Көздеу. Бунтақия. Мылтық. Итлақ. Ату. Расас. Оқ. Исаба тию. Иқта қате. Тамауд. Өлгенге ұқсау. Шаммун искеу. Танаффуз демалу. Идрар зиян. Джусса дене. Музах мазақтау. Хамс. Сыбырлау. Мурафақа. Жолдас болу. Дани. Нашар. Фалхал. Осы мезетте. محمود وسعيد كان يتعلمان في مدرسة واحدة وفي فصل واحد. محمود және Саид екеуі білім алады бір мектепте және бір сыныпта. كان من دأبهما الخروج إلى غابة القرية من القرية لصيد بعض الوحوش الصغيرة. екеуінің әдеті бар еді. Ауылдың орманына шығатын. Екеуі шықты кейбір кішкентай жабайы хайуандарды аулау үшін ауылдан шықты. فخرج مرة على عادتهما إلى تلك الغابة. Бірде олар екеуінің әдеті бойынша сол орманға шықты. فبينما هما يفتشان في الغابة عن الصيد إذا دب يفزح إليهما وهو يصرخ صراخا هائلا. Екеуі орманда іздеді, аңды. Аң іздеді. Кенеттен ол екеуіне аю төніп келді. Сонда екеуі қорқынышты айқайлады. فَخَذَ عُلَمَيْنِ خَوْفٌ شَدِيدٌ. Екі баланы қатты қорқыныш алды. فَصَوَّبَ محمود بندقيته إلى الدب وأطلق الرصاص. Сонда Махмуд көздеді мылтығын аюға және атып жіберді. ولكن ذهب سودا ولم يصبه. Бірақ та ол босқа кетті, тимеді. فرمى بندقيته في الحال وصعد في شجرة قريبة منه. Сонда ол мылтығын тастады да сол мезетте мылтығын тастады да жақын ағашқа шығып кетті. Амма Саид кәні айдан قد أطلق إلى الدب ورصص وأخطاه. Ал Сағид болса, ол да атты аюға оғымен. Ол да қателесті. وكان الدب قد اقترب إليه. Сонда аю оған қарай жақындады. فألقى نفسه إلى الأرض وتماوت. Сонда ол жерге құлап, өлгенге ұқсады. فجاء إليه الدب وأخذ يشمه. Аю оған келді және оны иіскей бастады. ولما رأى لا يتحرك ولا يتنفس ظن أنه ميت فتركه بدون أن يضر به. Көрген кезде оның қимылдамай жатқандығын, демалмай жатқандығын ойлады. Ол өлік деп, өліп қалған деп ойлады. Және оған ешқандай зиян тигізбей тастап кетті. لأنه الدب لا يمس جثة الميتة. өйткені аю тиіспейді өлі денеге. ولما ذهب الدب وغاب عن أعينهما نزل محمود من الشجرة فقال لسعيد ممازحا له. Аю көзден ғайып болып кеткен кезде, екі көзден ғайып болып кеткен кезде түсті Махмуд ағаштан және Сағидқа мазақ қылып айтты. إني رأيت دب قد هامس إلى أذنك فأخبرني ماذا قال لك. Көрдім аюды сенің құлағыңа сыбырлағандығын. Хабар берші маған, не айтты саған? فجاوبه سعيد إنه قال لي لقد أخطأت كثيرا بمرافقتك هذا الغلام دني. Сонда Сағид жауап берді. Маған сен көп қателестің деді. Достаңдауда.
жолдастың бұл бала нашар бала деді. Утлуб жар қабла дар ва рафиқу қабла тарих. Ізде көршіні үй салудан бұрын, досты жолға шығардан бұрын. 6-шы тамрин, қазақша сөздерді арабшаға аудару. Аю қатты ақырды. Ясраху аддубу ясраху шадидан. Тауға шықтым. Саитту иля жибал. Талдан түстім. Назалту мина шажара. Айтшы, Ахмет саған не айтты? Қул ماذا قال أحمد ماذا قال أحمد لك؟ ملتق бұл мылтық өте қымбат. Хәзі бұндық я ғалин жидден. Ол өлді деп ойладым. Зананту хуа мейт. Бұл өте нашар қызметші. هذا خادم دني جدا. тамақты үрлеме. لا تنفخ الطعام. Ахметті іздедім, бірақ таппадым. فتشت عن أحمد لكن لم أجده. қоянды ұстадық. أمس أرنب. мен қатты үрей береді. أنا حول شديد. أنا هايل شديد. оның құлағына не дедің? ماذا قال حدث أذنك؟ ماذا قال لك حدث أذنك؟ мылтықпен қоянды дәлдедім. صوبت بالبندقية إلى أرنب.